Волейбол анимесі бізге ең күшті волейбол ампуласы Ушивака екенін анық көрсетеді. Оның күшті солақай спайкі шынымен қорқытады. Әсіресе оның айналуы оң жақпен лақтыратындарға қарағанда басқаша болғандықтан, және оның күшті және қауіпті екендігіне таңғалдыратын ештеңе жоқ. Алайда оның мұндай күшті спайкі болмаса да әлде қайда қауіпті универсалды ойыншы бар. Егер Ушивака әрқашан болжамды түрде ұрса, онда бұл ойыншы түзу сызықта соғуы да мүмкін және өткір болуы мүмкін. Финттерді де орындайды, және біз мангада көргеніміздей, ол өз денесін 100% басқарады. Мен Катара Бокуто туралы айтып отырмын. Катара Бокуто керемет қызықты және мықты ойыншы. Ол Ушивака сияқты дерлік. Биіктігі 186 см, бірақ сонымен бірге оның қару-жарақ арсеналы әлде қайда оған қарағанда әртүрлі. Егер Ушиджима барлық блоктарды бұзатын зеңбірек болса, онда Бокуто әртүрлі қарулардан тұратын тұтас арсенал. Ол блоктарды тамаша көреді және ұшу кезінде жағдайды дұрыс бағалай алады. Мүмкін ол Цукишима сияқты интеллектке және тосқауыл қоюда шебер емес, бірақ ол блокты бұза алмаған кезде финт немесе скидка жасағанда жақсы түсінеді. Мангада біз Бокуто әрқашан өткір диагональды шабуылдарға маманданғанын білеміз. Дегенмен Танака сияқты диагоналдық шабуылдарға маманданған басқа ойыншылардан айырмашылығы, ол түзу сызықтарда да тиімді соға алады. Сонымен қатар мүлде басқа финттерді де орындаудың таңғажайып қабілеті бар. Ол өте жабайы импровизатор. Ол Ушиджима немесе басқа команданың астары секілді қатаң ойын ережесін ұстанбайды. Оның ойынын болжай алмайсың. Бокутоның оларды қабылдауға уақыты болмаған эпизодтары бар, сондықтан ол допты кеудемен қабылдайды. Ол өте ыңғайсыз позициялардан скидка жасаған сәттері бар. Шын мәнінде ол шабуылда өте жан-жақты, және бұл оның тәжірибелі екенін білдіреді. Кәдімгі скидкадан басқа ол ойынға оралу үшін блокауттар мен соққылар жасай алады. Айтпақшы, анимеде ол мангадағыдай денелі емес, бірақ 4-ші маусымда аниме стилі өзгерген кезде ол мангадағыдай бұл жігіттерге ие болды. Оның ойын менталитеті Хинатаны еске түсіреді. Ол әрқашан жеңіске ұмтылады, бірақ ол ешқашан жамандық тілемейді. Манганың бір бетінде, қорқпа, бұл әлі спойлер емес, ол волейбол ойнау көңілді екенін айтты, ал 1 секундтан кейін ол бәрін жеңетінін айтты. Бокуто көңілді, мейірімді және баланың мінезімен жігерлі. Ол үнемі көңіл күйі құбылмалы адам ретінде сипатталады. Өйткені тіпті болмашы нәрсе оның көңіл күйін өзгерте алады. Бұл оның ойынына қатты әсер етеді. Бірақ, және бұл жерде спойлерлер бар, сондықтан осы уақыт кодына оралыңыз. Дайынсыз ба? Кеттік. Мангада біз Бокутоның өзін басқара алатынын және оның көңіл күйінің өзгермейтінін көреміз. Сондықтан ол одан да қауіпті шабуыл опциясына айналды. Естеріңізде болса, Бокуто сызықты өте дәл соғып, антеннаға тиген кезде бұл оны ренжітпеді. Бірақ оның қарсыластары керісінше оның соншалықты дәл спайк жасағанына қатты таңғалды. Ол шынымен өсті. Ойыншы ретінде және адам ретінде ол өзін кәдімгі ас деп атайды. Бірақ ол өзінің қарапайымдылығын білдірмейді. Бірақ қазір ол басқа кәдімгі астар сияқты өзін және оның көңіл күйін басқарады. Бірақ ол әлі қарапайым емес. Яғни қазір алаңда ол әрқашан байсалды. Ал Куроу Бокуто байсалды болған кезде Жапонияда 3-ші орында тұрған ас сияқты күшті екенін айтты. Шын мәнінде Бокуто идеалды шабуылдаушы волейболшының бейнесі. Оның соққысы Ушивака сияқты күшті болмаса да, оның спайкі әлсіз емес. Керісінше тіпті өте күшті. Оның тура соққысын қараңыз. Және диагональ бойынша соққысына. Бокуто өзінің барлық мейірімділігі мен капризділігі мен балалығы үшін қарама-қайшы ойыншы. Ол шабуылда жан-жақты болатын өте қауіпті ойыншы. Оның Хинатаның волейбол шабуылында бейресми ұстазы болғаны бекер емес, және оны мектепте үздік 3 астың бірі деп атағаны бекер емес. Егер сізге бейне ұнаса, лайк басуды немесе арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және Бокуто туралы өз пікіріңізді